Сізге жалпы Сеулге шығып барамыз план қандай? План қазалда бесте отырмыз, ал неге кешіктірген Бізге 11:40 сағат. Жоқ, мына 3:23 ғой. Эйр Астана. Біздікі не ғой? Азия. Екеуі бірігіп ұшады екен. Сеул. Бірігіп ұшып тұр ғой екеуі. Еще қараңыз, еще басқа бар. Эйр Астанада екеуі де бірге Сеулден ұшқанда. Екеуін біріктіріп жіберген да, мына астында екеуін біріктіріп жіберіп тұр ғой. Мынадан кейін мына ұшады ғой. Біздің самолет, короче, 3 несі бар. Үш қатар бар. Еще мынау барады. Екеуі барады, соның өзінде де... Бұл сонда біздің Кореямен, қандай Қазақстанда үлкен бір сонда поток бар ма сонда? Кореямен аптасына неше ұшады екен, аптасына 3 рет ұшады деген қателеспесем. Бір күн осы жақтан ұшты, ертең Астанадан шықты. Яғни ол жаққа барып келушілер көп қой. Сосын біздің Қазақстанда көбінесе қырғыздарда бізден ұшады. Қырғыздардың көбі бізден ұшады. Десе аэропортта негізі өте көп. Өйткені олардың барлығы жұмыс істейтіндер бар, поток көп. Олар да нелегал ма? Негізі былай көбі бар, бірақ та енді немен Қырғызстанмен кішкене жолға қойылды ма? Арнайы компаниялар бар, соларға салат шығарып Қазақстан. Алла бұйырса, мысалы біз қазір компанияны ақша аласыз ғой, $100,000. Сонымен барып мен ол жақтан компанияны тіркеумен болады да. $100,000-дан артық инвестиция кірген компанияны тіркеу береді. Тіркеу береді. Уже серьезный компания, как инвестор да. Одан кейін барып ары қарай жаңағындай сол мысалы ол компания қанша адам тарталады өзіне? Мәселе жоқ. Жылына бір 100 адам ба, соға дейін тарталады. Ол жауапты болады да. Неше басқа елдерде мынандай нәрсе бар мысалы. Міндетті түрде сол елдің азаматы сол жаңа компанияның бастығы болу керек сол мысалы. Дубай мысалы, Эмирация. Кореяда ешқандай ограничение жоқ. Кореяда ограничение мынандай, егер де сен өзің жеке компания болып сояқтан ашам десең, $400,000 дейін ақша салу керек. Егер совместный болатын болса, Кореяның бір азаматы болатын болса, $100,000 жүре береді. Біздің жағдайда біз как совместный, себебі біз өзімізде өндіріс жоқ қой. Біз солардың өндірісіне заказ береміз. $100,000 асқаннан кейін сен как инвестор ретінде есептелінесің, жеке басыңа, мысалы мен қазір барып, бір ай ғана тұру керек та, мен бір айдан кейін қалай берсем болады, мен көрсетемін, что мен компанияның ақша аударылған. Ешқандай мәселе жоқ. Инвестор болғыңыз келсе, бізге сұрақ қоя беріңіздер, жауап беруге дайынбыз. Hello. Hello. Hi. Аты жөнімізді толтырып, қайда баратынымызды нағыламыз. Корея қай жерге барасың? Осыны неден таможнядан өткен кезде білесің, соған қарап барып қабылдайды да. Яғни сен қайда келесің, қонақүйге чек-ин бар ма, или басқа компания шақырып жатыр ма, шақырушы компанияны жететін негізінде. Неше мынау посольство жаңағы кіреберісте жазылғанда неге тіркеуден өту керек дейді? Посольство или консульство? Бар ма ондай? Желательно дейді. Жоқ, біздерде не жоқ, онда просто бір ситуация болып қалса, келгендеріңізді біліп отырайық деген нәрсе ма? Біз енді о жақта 2-3 күн боламыз да қайтамыз ғой. Негізі емделуге барып жатсаңыз, или тағы да бір ұзақ уақыт 10 күннен артық жүретіндей болсаңыз, посольствоға тіркеліп қойған жақсы. Неге? Өйткені сізден хабардар болып отырады да, бір нәрсе жағдай болған күндерінде. Так, мына бізге ертелік тамақ келді. Сізге не бар екен көрейік. Бұл меню Эйр Астана менюсі ғой деймін, тауық па? Тауық рис. Осы біз вегетарианский, біздікі вегетарианский ма жақта.
Sorry, what is this? This is for the kids. Yes. Yeah, this one is UNICEF for the kids. Yes. And what's the information link there? Короче, бұл donation. Короче, не сияқты ғой. Благотворительность мына жаққа ақша салуға болады. Короче, конверт екен да. ЮНИСЕФ-тің қолдауымен дейді. Asiana Airlines. Donation? No? Жолдастар, жолдарымыз болсын, сапарымыз жақсы болсын, мына жақта жұмыстар бәрі жемісті аяқталып, аман есен елге оралып жатсын дейміз. Бүгін жұма сәтті күн дейді. Лайым шылай болсын. Мінекей Кореяға аяқ бастық. Климаттың ауан ылғалдығы сезіліп тұр. Және технологияның барлығы аяқ басқаннан ақ бәрі көрініп тұр негізі. 이번 주 계획은 어떤 것들이 있나요? Your route. Route to Wonegwanek Road, Gwanek-gu, Seoul, South Korea. It takes 1 hour 55 minutes to arrive at 10:07 a.m. Please board at T1. Thank you. Ну, во-первых, нас встретил тоже робот, мы видим, но сами корейцы тоже удивлены этому роботу, в принципе, то есть они тоже с таким удивлением смотрят, им это тоже интересно, поэтому это не повседневное явление, да, для них. Вот, а мы ходим, ищем, ждем людей, которые нас должны встретить и поехать на завод. Совсем никаких переводов нету, то есть здесь очень много слов, какие-то штрафы написано, скорее всего, но переводов нет. Саламат, жоқ, мынау задание сайты оны задание. Hello.